Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен дәмі өте керемет болып шығатын деликатесный салат дайындайтын боламыз. Ең алдымен тұздық дайындаймыз. Бір тіс сарымсағымызды ұсақтап турап аламыз. Туралған сарымсағымызды ыдысқа салып, оның үстінен қызыл копченый паприка қосамыз және 3 жас қасық сұйық май қосамыз. Сұйық май байқағандарыңыздай менде өте ыстық. Жақсылап араластырамыз. 1 ас қасық соя соусын қосамыз және де бәрін жақсылап араластырып аламыз. 1 кішкентай қасық құмшекер қосамыз. Құмшекер қоссаңыздар дәмі өте керемет болып шығады. Және 1 шай қасық рисовый уксус қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Соусымыз дайын. Ендігі кезекте жылқының тілін осылай жіңішке етіп тураймыз. Мен алдын ала асып алдым. Сіздер қойдың, болмаса сиырдың тілін пайдалансаңыздар болады. Және де қызанағымызды жуып, осылай 4-5 қып тураймыз. Осы сорт помидорды пайдалансаңыздар, езілмей суы шықпайтын әдемі лимонка деген сорт. Және де бізге көк шөптер қажет болады. Менде салат жапырақтары, райхан және бейби рукола. Бәрін жақсылап осылай жуып, ұсақтап дайындап аламыз. Ыдысымызға саламыз. Турап алған қызанақтарымызды шет-шеттеріне қойып шығамыз. Және де туралған жылқының тілін үстіне ортасына, яғни үйіп қоямыз. Соусымызды үстінен осылай әдемілеп құйып шығамыз. Осы соусты пайдалануға кеңес беремін. Өте дәмді, сіздерге ұнайтын болады. Және де осындай кішкентай моцарелла ірімшіктерін қойып шығамыз. Салатымыз дайын. Өте дәмді, өте керемет болады. Соус осы салатқа күшті кетеді. Менің арнамда бұдан да басқа әдемі дәмді салаттардың рецептері бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Рецептерді жіберіп алмас үшін тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар.